Айлану не деген сөз? Едіге жырының 1934 жылы жарияланған нұсқасында Ноғайлының ауыр жұрт абдырады, айланды деген жолдар бар. Мұндағы айланды сөзінің мағынасы бұл күнде күңгірт, бұл жәбірлеу, қорлау, кемсіту мағынасындағы көне, айығла сөзінен кейінгі тұлғасы болуы мүмкін. Айлану сөзінің өзге де мағыналары болуы мүмкін. Мысалы, түркімен тілінде айла, етістігі, айнала қоршау деген мағынада жұмсалады. Дегенмен, қазақ тілінде сирек жұмсалатын бұл тұлға не көненің көзі, айғыланды дегеннен, не өзге түркі тілдерінің, мысалы оғыз тілдерінің элементі болуы ықтимал.